Ертеде қысы қалың қарлы бір ауылда кішкентай қыз өмір сүріпті. Оны анасы да, әжесі де өте қатты жақсы көреді екен. Туған күні әжесі оған әдемі қызыл телпек сыйлапты. Сол күннен бастап бәрі оны қызыл телпек деп айтатын болыпты. Бір күні анасы бәліш пісіріп әжесіне апарып келуін сұрайды. Қызыл телпек себетін алып, қуана-қуана жолға шығады. Ол қар басқан орманмен ән айтып асықпай келе жатты. Кенеттен алдынан жылы шарт таққан бір қасқыр шыға келеді. Қайда бара жатырсың? Деп сұрап, қасқыр айламен тіл қатады. Әжемнің үйіне бара жатырмын. Осы жолмен жүр. Қызыл телпек қасқыр айтқан ұзақ жолмен кетіп қалады. Ал қасқыр болса айласын асырып, төте жолмен әженің үйіне қарай асығады. Әже есікті ашқанда қасқырды көріп таң қалып қалады. Әже қорықпай тез шкафтың ішіне жасырынып үлгереді. Ал қасқыр болса әженің көзілдірігін киіп төсегіне жата қалады. Сәлден соң әжесінің үйіне қызыл телпек келеді. Ол әжесінің жанына жақындайды, даусына таң қалады. Әже, сенің құлақтарың неге үлкен? Сені есту үшін. Әже, сенің көздерің неге үлкен? Сені жақсы көру үшін, дейді қасқыр. Сол сәтте үйдің жанынан мейірімді отыншы өтіп бара жатады. Ол терезеден қарап бір нәрсені байқайды. Ол үйге кіріп, қасқырды ұялтып бәрін тоқтатады. Қасқыр сасқаннан Осын сый, дейді. Содан әже шкафтан шығып немересін құшақтайды. Ал қасқыр болса қателігін түсініп, кешірім сұрайды. Кешіріңдерші, мынау сендерге дейді. Барлығы бірге шәй ішіп, жаңа жылды қарсы алады. Жаңа жыл мейірім мен жақсылықтың мерекесі. Жаңа жылдарыңмен. Балақай, ұнаса каналға жазыл.